Адам қайтыс болғаннан кейін, қабірге жерленгеннен кейін, ол адамды Алла Тағала періштелер отырғызады дейді кеп. Отырғызып сұрақ жауап алып жатқан кезде артында қалған туыстары бар ғой. Сен бастығымыз едіңіз, біздің ең жақсы едің сені ортақ. Енді біз сенсіз қалай күн көреміз? Не істейміз енді? Мына өмір болды, бітті енді деген секілді сөздер айтады екен адамдар. Артында қалған туыстары айтып жатыр. Қабірдегі марқұмды отырғызып қойған періште былай деп айтады дейді. Сен тыңдашы, ана не айтып жатыр? Демек, марқұмдар естиді екен, адамдардың жылап жатқан, айтып жатқан сөздерін марқұм естиді екен оны. Сен олардың күнделікті ұстап тұрған сондай бастық екенсің ғой сен. Сенсіз күн көре алмайды екен ғой бұлар. Сен сондай адам екенсің. Болды, сен кеткеннен кейін бәрі тоқтайды екен ғой. Деп айтып жатыр ғой бұлар. Сен сондайсың ба деп періштелер айтады дейді. Расулалла бізге ескертіп жатыр. Марқұмның атынан осындай сөздер айтылатын болса, не болады дейді? Марқұм азапталынады деп жатыр қабірде. Сен оған көмектесуің керек керісінше.